Мен домбыраны жасаған себебім, домбыра нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Домбыра қазақтың ең кең тараған ұлттық аспабы. Бұл домбыра құрылысын мен сіздерге айтып берейін. Мен перделердің орнына моншақтар қойдым. Шегінің орнына жіп тарттым. Және ағаш алдым. Бұл домбыраны мен қораптан жасадым. Ыстық желіммен матаны жапсырдым. Ежелгі көшпелілер домбыраның шегін жылқының жалынан алған. Екіншісін түсіріп алайын. Свет былай салып бақа. Видео басып кетті ғой. Ой. Екінші жасап келген. Молодец. Былай көрсет. Ал бұл жетіген. Жетігенді аталу себебі, жетігенде 7 шек болады. Бұрында ол шектердің орнына жылқының жалын, тектің орнына асықтарды алған. Бұл жетігенді мен матадан, оюлардан, қағаздан, жіптен, асықтан, қораптан жасадым. Жетіген көп шекті аспап. Ол шертпелі аспап болып саналады.